Сәлем оқушы. Бүгін ұбт-да жиі кездесетін сұрақтардың бірге жауап іздеп көрейік. sp2 гибридтелген молекуланы анықтауымыз керек. Ол үшін берілген варианттардағы қосылыстардың құрылымдық формуласын құрастырамыз. Бор хлор 3 біріншісі, бордың валенттілігі 3, хлордікі 1. Структурасын құрастырайық. Бор 1, 3 хлор бар. Валенттілік неше? Сонша таяқша болу керек. Хлорларда 1, борда сонда 3. Енді әр таяқшаға әріп бересіңдер. S-ті 1 рет жазуға болады, P-ны 3 рет жазуымызға болады. Сонда S, P гибридтену типі sp2. Бірақ жауапта осыған ұқсас NH3 тұр. Бұны да талқылап көрейік. Азот 3 валентті, сутек 1 валентті. Азоттан 3 таяқша, сутектерден 1 таяқша шығады. Бірақ азот 5-ші топта, оның 5 электроны бар. 3-еуін жұмсадық, тағы да 2-еуі жұп борып орналасады. Әр жұпқа бір әріптен келу керек. Сонда S, P гибридтену sp3-ке тең екен. Дұрыс жауабысында бізде А нұсқасы бор хлор 3.